Біздің сүйікті депутаттарымыздың бірі Мұрат Әбенов айтады. Біздің жаңартылған конституциямыздың 99%-ын халық қолдады дейді. Күйіп кетесің да негізі мынандай өтіріктерден кейін. Мен ойлаушы едім, халықтың арасынан шыққан азаматтар мінберге, билікке баратын болса, кішкене халықтың мұң-мұқтажын айтады, шындықты айтады солар деп. Бара сала жыртықтар жамалып, ауыздарын жауып тастаймадым сол. Алаяқ болып кетеді да. Намесі 180 градусқа өзгеріп кетеді да барып, алаяқ болып кетеді. Айтпесе осы Мұрат Әбенов, жаңағы Ринат Зайтов, Ардақ бар, Дәулетің бар, Мақсатың бар, тағы бәрі халықтың арасынан шыққандары көбісі ше. Бәрі бескі біледі солар халықтың мұң-мұқтажын. Ана бар өтірікші, алаяқ болып кетесіңдер. 200-ді өтірікші болып кетесіңдер. Или сондай не береді оны, сондай бірдеңе дәрі бере ме ол жақта? Өтірік сөйлейтін. Екінің бірі табаны жете бермейтін билікке барғаннан кейін айтсаңдаршы. Түйдеп айтсаңдаршы барғаннан кейін. Қандай халық қолдап жатыр? 99% конституция қандай халық білмейді да, ол не жазылған конституцияда. Қайсысы қолдап жатыр? Алаяқ, 35 жыл бұрын басталған, өтірікпен басталған конституция әлі келе жатыр ғой. Әлі жалғасады бұл. Бұл жүйе түбімен тамырын жайған, бұл шіріп кеткен тамырымен қосып. Бұл жүйе өзгермей, алаяқтар көбейе бере ме деймін. Алға Қазақстан емес, алаяқ Қазақстан болды ғой.